Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай өте дәмді кешкі ас дайындайтын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Алдымен ұзынша етіп туралған еттің үстіне қара бұрыш және крахмалды салып араластырып қоямыз. Бізде крахмалды салып осылай араластырып қоятын болсақ, етіміз тез піседі және өте жұмсақ болып шығатын болады. Соя тұздығының үстіне су, яблочный уксус және қантты салып араластырып қоямыз. Бізде осы соуста қантымыз толықтай еру қажет. Табаға зәйтүн майын немесе кез келген сұйық майды құйып, етті салып, аст үстіне аударып, қызартып қуырып аламыз бірінші. Содан кейін барып, астын ең баяу отқа қоямыз да, су еш нәрсе құймай, бетін жауып 1-15 минутқа ет толықтай піскенше қалдырамыз. Етіміз толықтай піскеннен кейін, оны бөлек ыдысқа салып алатын боламыз, және сол майда біз чеснокты қуырып алатын боламыз. Чеснокты қуырып алғаннан кейін, үстіне осындай көк пиязды салып, оны да кішкене қуырып аламыз. Содан кейін барып, үстіне бағанағы дайындап қойған соусымызды құямыз, және үстіне етті қайтадан саламыз. Содан кейін барып, кукурузды осылай суда ерітіп алып, үстіне құямыз. Және кішкене араластырғанда осылай қоюланып шыға келеді. Оттың астын өшіреміз, бізде ет толықтай дайын, өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Толық ингредиенттерді описаниеге қалдырып кетемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.